Достар, арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар. Пікір жазып, лайк басып, достарыңызбен бөліссеңіздер екен. Меруерт Өтекешева неге жылады? Видеоны соңына дейін қараңыз. Қазақ қыз үшін сұлулықтың символына айналған Қыз жібек күні бүгінге дейін ұлықталып келеді. Фильм экранға жол тартқан 1970 жылдан бері әлі де көрерменін жоғалтқан жоқ. Қыз жібек қазақ киноөнерінің төлқұжатына айналған фильм. Пәк махаббат пен шынайы сезімді ғана емес, қазақ халқының әдет-ғұрпы мен салт-дәстүрі дәріптелген кино халықтың ыстық ықыласына бөленген еді. Киноның басты кейіпкерлерін сомдаған Құман Тастанбеков пен Меруерт Өтекешева зор құрмет қошеметке ие болғанды. Күні кеше Қазақстанның күнгейі Шымкент қаласында «Сен» атты іскер әйелдер форумы өтті. Салтанатты шараның басты қонағы ретінде Меруерт Өтекешева шақырылды. Қазақтың қыз жібегіне деген халықтың ыстық ықыласы әлі де зор. Актрисаға зор құрмет көрсетті. Меруерт Өтекешева жастарға өз ақыл кеңесін айтты. Қай жаста болмасын армандай білу керек деді. Ақылды қыздарға сіздерге кейін бақытты болыңдар. Армандарға жетіңдер. Жетістікке келсіңдер, 80 жасқа келсіңдер. Армандарыңдар. Іскерлік форум барысында Меруерт Өтекешева мен арнайы кездесу ұйымдастырылды. Қатысушылар қазақтың қыз жібегіне сұрақтарын жаудырып, сырласу кешін өткізді. Шымкенттік ақындар арнайы жырдан шашу шашты. Тұрған тұлғаны қала естен шығарамыз. Көкемнің жаққан жері жәннат болсын. Қазақ елі қол жайып дұғадамыз кеңдігі ұқсайтұғын даласына, баласы ұқсайтұғын бабасына. Жақсылармен дәл бүгін жүздесіппін өнердің жете білген бағасына. Меруерттай апамыз келіп отыр айналған өнерпаздың анасына. Кездесу барысында актрисаның жолдасы Құман Тастанбековты еске алуға арналған арнайы фильм көрсетілді. Актриса Меруерт Өтекешева көзіне жас алып қалды. Қайда жарық? Сендердің жетіп қалаға жету үшін менің шамам жоқ. Қарап тұрсаңыз, бүгінгі қоғам бұл аштықтан емес, тоқтықтан жарысып жатқан сияқты. Қазақтың лира эпостық жыры негізінде түсірілген Қыз жібек фильміне деген халықтың қошеметі әлі де ерекше. Алдағы уақытта да құнды жәдігердің бәсі төмендемесі анық. Шымкенттіктер басты рөлді сомдаған актрисаға шапан жауып құрмет көрсетті.